Мына бір алтын сырғаның арқасында баспанасыз қалды. Өте өкінішті. Арнайы дайындалып жатқан клиентіміз міне бүгін баспана тауып, құжаттарын тексеріп, енді оценка жасамас бұрын предварительно одобрение алайық десек, өздеріңіз көріп тұрсыздар, система скоринг отказ. Бәріміз таң қалдық. Клиент в шоке. Кредит историясын алып тексерсек, ломбардқа алтын бұйымын өткізген. Дер кезінде жапқан, уақытылы төлей салған, ештеңе болмайды деп ойлаған. Бірақ біз ескерткенбіз, ломбардқа, МФО-ға мүлдем жоламаңыз деп. Арнайы YouTube каналда видео бар, 3 жыл бұрын түсірілген. Сізге де айтамыз, ломбардқа мүлдем жоламаңыз. Егер банктың жүйесі сізге ломбардқа, МФО-ға жолағаныңызды көрсе, сол жерден ақшалай қарыз, кредит алғаныңызды, бұйымдарыңызды өткізгеніңізді көрсе, онда скоринг өткізбейді. Неге? Себебі олар МФО-ны жек көреді. Яғни МФО-ға жолаған адамның қаржысы өзіне жетпейді деп есептейді. Сондықтан ломбардқа, МФО-ға жоламаңыздар.